Қарекеш, өзіңізге шапан ат деген қазақтың үрдісі ғой. Сондықтан мына екі жылқыны мына керемет бір гамбет секілді жүрген ғой. Сондықтан мына жерде Алмас бауырымыз бар, Мақсат бауырымыз бар, Айдос бауырларымыз бар, Асқат бауырымыз бар, Нұрланбек бауырларымыз бар, Қайрат бауырларымыз бар, Елдар, Ғани, Ерасыл, Қуат, Серік, Әділ, Дарқан, Тәуке, Арда, осы бауырларымызға міне, ол тек қана бұл ғана емес, әрдайым мешітіміздің осы көтеріп тұрған осы жігіттер, және де осы жұма намазына келіп отырған ақсақалдарымыз менен жамағатымыз осының ішінде барлығы бар. Жамағатыма да осының ішінде азды көпті қосып отқан барша жамағатқа үлкен алғысымды білдіремін. Сондықтан жаңағы Алла разы болсын деймін. Біз әрдайым дінді қолдағандарды әрдайым Алла қолдайды ғой, бірақ дегенмен де қуанамыз ондай азаматтарды көрсек. Әлі де атқаратын шаруаларымыз көп, осы азаматтармен бірігіп отыр. Сондықтан мынау басынан осы жүгіріп жүресіз. Сондықтан жаңағы айттым ғой, екі жылғы Қареке былай мінгізіп дедік те, өткен тегерді мінді ғой енді. Осы жол ұстатып жіберейік деп жатырмыз. Бір гамбетке сыйдырып, барлық екі жылғы осы жігіттердің атынан өзіңізге міне екі жылғы. Аллаху акбар. Қареке, көп рахметіміз айтамыздарда. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Ожар жерінің күні өркендесін ағайын. Үш мешіт бармыз, бөлінбейік, бірге болайық, бірге болайық, жамағаты да бір болайық. Еш уақытта ондай нәрсеге бармайық. Сондықтан әрдайым бірге, бірлікте Алланың дінін ары қарай насихаттай берейік ағайын. Баршаларыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Жаңа айттым ғой, азды көпті Қарекемнің жолына деп жүгіріп кеп беріп жатқан баршаларыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Міне жаңағы азаматтарға да үлкен алғысымды білдіремін. Бір ауыз сөзімді жерге тастамай, еш нетпей